Бұл оқиғаны маған дос қызым Эмили айтып берді. Ол кезде ол небәрі 8 жаста еді. Бұл біз жаңа үйге көшкен кезде басталды. Бірінші қабатта қандай да бір қорқынышты сурет ілулі тұрды. Ал әкем оны шатырға салып, оны шүберекпен жауып тастады. Мен екінші қабаттағы бөлмені таңдадым, ал ата-анам мен інім дәліздің соңында басқа бөлмеде ұйықтады. Бірінші түнде есіктің сыртына біреудің келе жатқанын естідім. Мен оны анам деп ойлап, сонымен бірге сыртқа шығып, бірге су ішуді шештім. Өйткені мен түнде бұл үйде жүруге қорықтым. Бірақ есікті ашқанда мен шатырға апаратын люктің ашық тұрғанын және баспалдақтың сол жерден төмен түсірілгенін көрдім. Оған баруға қорқып есікті тарс жауып төсегіме жаттым. Және таңертең тіпті көшуге қорықтым. Анама жүгіріп болған жағдайды айттым. Бірақ ол түнде люкке қол тигізбегенін айтты. Таңертең оны жабады. Содан кейін анамнан мен басқа бөлмеге көшуін өтінгім келді. Бірақ жөндеу жұмыстары әлі аяқталған жоқ. Түстен кейін бұл соншалықты қорқынышты емес. Ата-анам азық-түлік алуға кетті және маған інімді қалдырды. Менде балаларды қарау тәжірибем болды. Онымен қонақ бөлмеде болдым. Ол еденде ойыншық уықпен ойнап отыр, ал мен комикстерді оқып торт жедім. Содан кейін 1 минутқа қолымды жуу үшін дәретханаға жүгірдім де Норикке қайтып оралдым. Мен оны ол жерден таппадым. Бір кезде екінші қабатта дыбысты және баланың қатты жылағанын естідім. Ол жоғарыда болды. Мен жоғарыдағы шатырға жүгіріп барғанымда, оның қасынан жүгіріп жүрегін елжіретіп айқайлаған інімді көрдім. Мен еріксіз төбенің кіреберісіне қарадым. Маған біреу қарап тұрғандай сезілді. Кешке әке екеуміз жоғарыға көтерілдік. Ол мені алаңдататын ештеңе жоқ деп сендіргісі келді. Немесе ол жерде үлкен үйге қойып өмір сүрген болуы мүмкін деді. Және шатырда ештеңе жоқ. Әкем осында әкелген біртүрлі заттар мен суреттер болды. Ол төменге түсті. Бұл қорқынышты суретті өзім лақтырып жібермек болдым. Мен оны қолыма алып шықтым. Содан кейін мен абайсызда сол қорқынышты портретті оруға арналған матаны басып қалдым. Еріксіз көзімді бұрдым. Содан бұл суретті мен қатты қорқытты. Салынған сурет жоқ болды. Жай ғана қағаз және бос жақтаулар болды. Әкем айқайға жүгірді. Мені жақын жерде шатырдың еденінде жатқанымды тапты. Бұл түнде ондағы қорқынышты қарттың суретін біз оны өртеп жібердік. Мен әкеме бәрібір одан қатты қорқатынымды айттым.